Ну, с друзьями собрались, кто чем смог помочь, собрались и решили помочь людям, которые находятся в тяжелой ситуации. Каждый может попасть в такую ситуацию, никто не застрахован от этого, поэтому, чтобы были люди всегда, которые могли протянуть руку помощи. Все, дети довольны, не знаю, что еще сказать. Где находились семьи? Семьи, список семей, есть группа в Инстаграме Клуб Добряков, список семей они дали. Вот. Все. И еще денежно, да, вы помогаете, еще не только продукты? Да, но мы Можете про еще это рассказать? просто мы остались лишние деньги, мы тоже решили их раздать, чтобы ничего не осталось. В дальнейшем планируете еще? Не знаю, посмотрим, но это был первый проект наш. Ну, все получилось вроде бы неплохо. Думаю, может быть, дальше будем заниматься этим. Бүгінгі іс-шара жаңа бізден сұрап жатыр ғой, акиматтансыз ба деп, онда ешқандай да қатысы жоқ. Біз жаңағы Олжас бастаған, шыны керек осы топтың барлығы бір-бірімізді білмеуші едік. Олжас WhatsApp деген желіде бәріміздің басымызды қосып, сол арқылы танысып, осындай қасиетті айда барлығымыз жиналып, осындай жақсы шараны іске асырып жатырмыз. Біріншіден Олжасқа үлкен рахмет айтқымыз келеді, осы бастаманы қолға алып, бәріміздің басымызды қосып, осы жақсы игі істі бізбен бірге атқаруға үлесін қосып жатқанына. Жалпы 15 семьяға барамыз деп мақсат қойдық. Жаңа ғана 4-5 семья барып өттік. Барлығының ризашылығын алып, қуаныштарына бөленіп жатырмыз. Біз өзіміз өте қуаныштымыз. Солардың кішкене болса да, солардың күлуіне себепші болып жатқанымыз үшін. Сондықтан да барлығы 15 отбасы әрі қарай жалғастырамыз кешке дейін. Алдағы уақытта осындай шаралар тағы ұйымдастыру ойда? Әрине, бұл соңғы деп ойламаймыз, өйткені бұл тек қана бастамасы, әлі де жалғасын табады деп ойлаймыз. Ол жас сияқты жаста дарынды адамдар бар кезде біздер қалыс қалмаймыз, әлі де жалғасын табады. Ал қажетті жаңағы товарларға қаржыны қайдан алып? Жалпы қажетті қаржыны әр адам өзінің мүмкіндігінше, кім 500 теңгеден болсын, 1000 теңгеден болсын, кім қалауынша, мысалы, көп бергісі келді, соншама берді. Ешкімді де қыстаған ондай нәрселер болған емес. Әркімнің өзінің қалауы бойынша сол белгілі бір қаражат жиналып, барлығымыз басымыз бірігіп, осындай біреулер киім жағынан көмектесті, біреулер заттай, біреулер қаржылай, мүмкіндігінше барлығы осындай қаражат жиналып, осындай тағамдар алынды.